Қарекет қоры 30 күнде 70 баспана сыйламақшы. 70 анаға. Соның ең алғашқысын бүгін Жастар театрында Айжамал ханым иесі болмақ. Қаламыздағы Қарекет қорының ұйымдастырушысы Ақтөре бауырымызға да және жандар қыздарға үлкен осы 30 күннің ішіндегі 70 баспананың ең алғашқысын осы қуанышты сәтті осы Жастар театрының шаңырағының астында алғаныңыз Айжамал ханым құтты болсын. Еліңіз әрдайым өзіңізбен бірге, театрыңыздың есігі ашық, Қарекет қоры жасай берсін. Рахмет. Біздің ұлттық мерекеміздің қарсаңында 30 күнде 70 отбасыға, 70 анаға қуаныш сыйлағалы отырмыз. Бізбен бірге болыңыздар дейміз. Осындай керемет азаматтардың арқасында аналарымызды сыйлап жатырмыз. Осы қазақтың сыйластығы, қазақтың бір-біріне деген адалдығы кетпесін, және біздің театрларымыздың есігі сіздерге әрқашан ашық. Келіңіздер. Спектакльден кейін бұйыртса өз шаңырағыңызға қайтасыз. Әр спектакльге келген көрермен сондай болып қайтсын бұйыртса. Алла разы болсын. Бірінші денсаулықта дендерің сау болсын. Өстіп әр ата-анаға үй алып жүре беріңдер. Күлкіден неғылмасын, айырылмасын. Алла разы болсын сіздерге.